Гөнеғала Илишке мұрат етеміз әз достар. Жер майданы 12 сотық. Гөнеғала Илиш аэропорттың қарама қарсысындағы. Бұл тарапымыз Самой. Яғни бұл үйіміз асығыстарымыз сатылады. Так, 12 сотық үйі бар. Үйіміздің көлемі 18-ге 15 делініп жатыр. Мысал үшін бұл жерлерге қандай бизнестер істеуге болады? Берге тарапымызге осындай бәсекеліктен қорқпайман дейтін болсаңыз, мына жерге Самой істең мейлі, 3-4 бокс. Бұл тараплеріне тек қойың мейлі, я болмаса ортадан бөліп, мейлі бақша қылың, имарат салып. Не істесеңіз, мысалы, цех болама, басқа да ірі ақша табатын. Әр қандай бизнес орынға қолайлы жерде беймәлел қорқпай айта аламыз. Неге дегенде, өзі уголовой таптыра бермейтін жер. Жетпегеніне 12 сотық тағы үйі бар делініп жатыр. Үйі 6 сотықте тұрғанда да жерін алдында 6 сотық жері бар. Тағы да 15 машындай ақтасы бар. Бұл имаратты сатуға бізге жақыннан жәрдем берген ағамыз болама, ініміз болама, сіңліміз болама. Құлласы кім бізге клиент тауып береді, сіздің қолыңызға 1 миллион сом ақшалай сыйлық беріледі. Бұндай имканият меніңше бола бермейді. Соның үшін әзіз достар, 280 миллион айтылып жатыр, 250 миллионның дөгерегіне беремен деп жатыр. Сондықтан экранда көрсетілген номерлерге хабарласып, толық мағлұмат алсаңыз болады. Һәм арзан болса комментарияға арзан деп жазың, қымбат болса қымбат деп жазың. Үй, яғни бұндай жер іздеп жүрген достарға бұл видеоны жіберіп қоямыз. Олай болса әзіз достар, неге үйіміздің ішкі көрінісін көрсетеміз. Бұл ажайып кірген жері, кішігірім. Бұл болса асхана бөлмесі. Әнеге үй іздеп жүрген достарға бұл видеоны жібереміз. Бұл жерде ажайып тапшаны бар екен, барлық бөлмелері созылмалы натяжный потолоклармен істенген. Көріп тұрғаныңыздай. Үйіміз әлбетте 280 миллион айтады әзіз достар. Газы, суы, светі ешқандай проблема жоқ. Қосымшасына газ болмай қалса деп неке пешке істенген. Пешке болғанда пеш. Бірақ газ бар ғой. Если еще бір газ болмай қалған жағдайда пешлері бар. Бұл жерім неке коридоры. Үйіміздің общий көлемі 18-ге 15 делініп жатыр. Ашпаңыз толықлай білмейдіген, бәлкім оннан көп, бәлкім оннан аз болуы мүмкін. Неке ажайып залымыздың өзі 950-ге 360 натяжный потолокларын өзім істегенмен. Енді бұл тарапында бағанағы сыртқы көрінісіндегі көрінісін көрсетемен үйіміздің сыртқы көрінісін неке бағанағы алдынан көрсеттік қой. Бұл алдындағы 6 сотық әддені. Неке қосымшасына 15 камаздай тас бар. Бәрлігі қосып қалады. Бұл тарапында тағы бір ажайып кішігірім неке залы бар. Мейманханамыз. Ремонтлары жақсы, төбесіне натяжный потолоклар қондырылған. Стеналарымыз ағарып шпаклевка жағылған, обойға тайындырыпты. Обой басамыз десек, басқан обойымыз ұнамай қалар деп ашпамыз айтып отыр. Басқан обойымыз ұнамай қалар деп баспай қойдық дейді. Себебі әркімнің өкөсі, қалеуі әртүрлі. Соған бола обойын баспай қойған. Енді әзіз достар, сыртқы тарапында тағы да бір көрсететін жеріміз. Ондай кладовкасы бар неке. Олай болса, үйіміз арзан ба, қымбат па, комментарияға өз ойыңызды жазып кетің. Һәм Гөнеғаладан Илиштен үй іздеп жүрген достарға бұл видеоны жіберіп қоямыз.